Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын өте дәмді пирожки рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылып қойыңыз. Пирожкилеріміз үшін алдымен жылы су және жылы сүт, және осы екеуінің үстіне қант, тұз, сонымен қатар ашытқы, яғни дрожжи салып, жақсылап араластырып аламыз. Құрамдардың толық өлшемдерін видеоның астына жазып қалдырамын. Және осының үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, оның үстіне ұнымызды салып, және ұнды бірден салмай, шетінен сала отырып, осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Толық араласып, барлығы біріккенше илеп, бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болғанға дейін алдын ала тазаланған картопымызды осылай майдалап турап, суға салып, газда қайнататын боламыз, және тұз салсаңыз да болады. Және дайын болғаннан кейін өстіп картопымызды алып, үстіне татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, осылай езгіштің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер қаласаңыз, пиязды да қоссаңыз болады. Мен балалар ұнатпаған соң қоспадым. Және кішкене сұйықтау жақсы шығу үшін 2 ас қасық сүт қостым. Және біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды бөлуге кірісеміз. Дайын ашыған қамырымызды мен 50-60 граммнан бөліп отырдым. Қалауыңызға қарай кішілеу немесе үлкендеу етіп бөле бересіз. Қамырларымызды толық бөліп шыққаннан кейін бетін жауып кішкене қалдырамыз. Және де кішкене көтеріледі. 4-5 минут содан кейін алып, ішіне салмасын салып, яғни начинкамызды салып, пирожкилеріміздің формасын түйе бастаймыз. Барлығын бір формаға келтіріп жасап алғаннан кейін майымызды қыздырамыз. Және де айта кететін жайт, майды өте қатты қыздырудың қажеті жоқ. Орташа отта қуырамыз. Егер қатты отта қуыратын болсаңыз, пирожкеңіздің іші шикі, сырты күйіп кеткен болып шығады. Сол себепті майды қыздыру барысында отты орташа қоюыңыз керек. Біздің пирожкилеріміз осылай дайын болды, және де көтерілді. Яғни кішкене жасағаннан кейін 2-3 минут қалса, осылай әдемі көтерілетін болады. Біз орташа отта қызып тұрған майымызға пирожкилерімізді қуыруды бастаймыз. Осылай салып, яғни аударыстырып отырып, қуырып аламыз. Қызарған кезде майдан аламыз. Пирожкилердің начинкасын, яғни салмасын қалауыңыз бойынша капуста қоссаңыз да болады, жусай қоссаңыз да болады. Мен бұл жерде картоппен жасадым. Рецепттің толық жазбаша түрі осы видеоның астында сақталынады. Көріп тұрғандарыңызда біздің пирожкилеріміз өте әдемі болып шықты. Ыстық кезінде ұстасаңыз сырты қытырлап тұрады, және де іші толық піскен, өте дәмді болып шықты. Балалар қызығып бірден жеп қойды. Жасап көруіңізге сізге кеңес беремін. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын. Көріп тұрғандарыңызда біздің пирожкилеріміз өте әдемі болып шықты. Ыстық кезінде ұстасаңыз сырты қытырлап тұрады, және де іші толық піскен, өте дәмді болып шықты. Балалар қызығып бірден жеп қойды. Жасап көруіңізге сізге кеңес беремін. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.